Менің негізі ауыратын тізелерім, бір тізем. Кішкене артық салмақтан. Қазір өзім 100 килограмм ұстап тұрамын. Денсаулықты сіз аптекадан, больницадан таппайсыз. Денсаулықты тек қана табиғаттан табасыз. Өзіңізді иммунитетіңізді шынықтырудан табасыз. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау, бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, құрметті біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері. 80-ші жағымның ең кеңпейіл, ақжарқын кейіпкерлерімен бүгін сұхбат алайық деп жатырмыз. Соның бірі Құрдас. 58 жыл, мен 3 жас үлкен, бірақ енді 5 жас белден Құрдас дейді. 1-2 жаста тұрған ештеңе жоқ. Әлбай Құрдас, неғып келдіңіз бұнда? Не айдап келді? Мен бұнда келіп себебім, жан мен тәнге сауықтыру орталығына барып емделіп келді. Жұбайыңыз да? Иә, жолдасым. Менің негізі ауыратын тізелерім, бір тізем. Кішкене артық салмақтан. Қазір өзім 100 килограмм ұстап тұрамын. Жировой гепатоз басталады ғой. Өйткені бұлай деп түсіндірем мен. Бір лифтке айталық, бір 10 адам сияды. Соған 30 адамды қараласа не болады ол? Ана жақтан тыныс алмайсың. Со сияқты, ана шымай дейді ғой, жиналғаннан кейін бүйрегіңіз жұмыс істейін десе жұмыс істей алмайды, бейшара. Бауыр жұмыс істеп қан тазалайынса, ол да сығылып тұр, жүрек те сығылып тұр, ұйқы безі де сығылып тұр, өтіңізде бәрі ана ішінде жұмыс істей алмай жатыр. Ол бүкіл ағзаны қамтамасыз ету керек қой, қозғалмай жатыр. Кішкене май кеткеннен кейін адамның өзі денсаулық қалпына келе бастайды. Әлеке, оны түсіндіңіз ғой? Түсіндім. Бірақ оған ерік-жігер керек. Иә. Ана асты кішкене тиюға ерік-жігер керек. Көп қимылдауға ерік-жігер керек. Қарын ашқан жоқ па? Жоқ. 6 күннің ішінде? Жоқ, мен біраз шыныққам ғой, соның арқасында қарным басқан жоқ. Енді үйде болсам ол кішкене артық жеп қоямыз ол. Бірақ мына ерік-жігер шынықтыру керек. Мында биенің сүті, түйенің сүті. Ұнады ма жегіз? Ұнады. Соқ су енді ауылда бар ғой? Бар. Енді қысы жазы түсу керек болады. Міне жұбайы жіберіп отыр. Жаман болса жұбайына жамандық ойламайды ғой. Жұбайы өзінің алдымен шешендер әйелін алдына салып жүреді екен. Соңғы неге сендер әйелдеріңді құрметтейсіңдер демесе, жоқ, мина болса тексеруге жіберіп отырмыз деп. Әлекеңде шешендер сияқты әйелдің алдына жіберіп қойып, сен аман барып келсең, мен барам деп келіп қалжың ғой. Шынымен әйелдер мықты болады, да? Кішкене қорықпайды, келеді деген сияқты. Жақсы, жалпы не ұнады осы жерде? Қандай бір енді былай қарағанда жұбайыңызды айтып беретін еді ғой. Ананы жемеу керек, мынаны ішпеу керек, мынаны үйту керек, тыныс алу керек деп, бірақ сіз көзбен көрейін деп келдіңіз. Иә, бұндай жері негізгі спонсорым өзімнің балам, кіші балам. Осында спонсор болып жіберген. Бұл жерде ұнағаны маған коллективтің ұйымшылдығы, ұжымның. Сіздің басқарып отырған ұйымның ұйымшылдығы, қыздардың пейілі, мейірімдер қабылдаған кез. Жай ғана пол жуушы қыздың өзі ассалаумағалейкум деп ерте сәлеміңді беріп қоятып тұрады міне. Осында коллективтің көп ұзақ болуына мен тілеймін. Рахмет. Өмірлерін. Жақсы Әлеке. Енді осыны өмір бойы ұстану керек болады. Рахмет. Бұл жолдан таймай. Міне жұбайын жіберіп жатыр. Яғни бұл жерде бір жақсылық, денсаулыққа деген жақсылық нәрсе бар деген сөз. Содан ой түйдіңіз деп ойлаймын. Денсаулықты сіз аптекадан, больницадан таппайсыз. Денсаулықты тек қана табиғаттан табасыз. Өзіңізді иммунитетіңізді шынықтырудан табасыз. Міне Әлібек Құрдасқа енді жұбай екеуі қол ұстасып бір жастықта 100-ге дейін қартайып жүріңіздер. Жаңа балаңызды адал тәрбиелепсіз, әкесінің спонсор болып жіберіп отырған. Сол балаңыздың адалынан шөбере көріп, соларды көріп, ұзақ бақуатты өмір сүре беріңіз. Ал сіздерге бақыт тілеймін, береке тілеймін. Әлекеңе сіздер де тілек тілеп, лайық комментарий қойып тарта беріңіздер. Ал жақсы. Жақсы.